Джеймс Гринвуд, Өгей бала, 10 бөлім. Түнгі әңгіме. Мен миссис Гапкинстің бұйрығынан бұлтара алмадым. Өйткені ол қожайынның әйелі ғой. Төсектен тез атып тұрдым да киіне бастадым. Башмағыңды кимей-ақ қой деп айғай салды ол. Башмағыңды жоғарыда қалдыр. Бұл бұйрық мені аздап сабама түсірді. Мен оның өзімді қалай қарсы алғаны есімде. Сондықтан қазір Джордж үйде жоқ кезде мені далаға қуып шығар деп қорықтым. Бірақ мұндай жағдайда ол маған башмағымды киюге тыйым салмас еді ғой. Төменге түскен соң оның қонақ бөлмеде жалғыз отырғанын және жылағаннан көзі қызарып ісіп кеткенін көрдім. Кірсеңші енді деп айғайлап жіберді ол менің табалдырықта қалғанымды көріп. Және артыңнан есікті жап. Мен әлі де қорыққан күйімде кіре алмай тұрмын. Бер қарай жақында. Шырақ үстелдің үстіне қойда, саған дұрыстап қарауға мұрша берші. Мен сені әлі де дұрыстап көре алған жоқпын. Мен туралы оған не айтқанын білмеймін. Бірақ жылағаннан қызарып ісіп кеткен көздерімен қанжардай қараған кезінде мен оны мас екен деп ойладым. Отыр, деді ол мені қарап шыққанына қанағаттанғандай. Ал кәне, айтшы маған, өзің не деген баласың? Сонда қандай бала дегені қалай деп таңғала сұрадым. Сен әбден бұзылған, бұған дейін тұрған барлық кішкентай сұмырайлар сияқты әбден түбіңе дейін жеткен бұзылған бала емеспісің? Ол маған қадала қарады. Сондықтан мен өзімнің қызарып кеткенімді сезіндім. Оған не айту керек? Әрине, егер мен жақсы бала болмасам, онда мистер Гапкинс мені өз үйіне алмас еді. Мен әбден бұзылған бала деген кім екенін білмеймін, дедім мен. Мен әбден бұзылып болмаған бала шығармын деп ойлаймын. Сіз одан да мистер Гапкинстен сұрасаңызшы. Сен қашаннан қалтаға түсетін болып жүрсің? 2-3 аптадан бері. Тек апталар ғана. Ал сен түрме торының ар жағында жиі отырып көрдің бе? Бірде-бір рет отырған емеспін. Бірде-бір рет. Сенің анаң бар ма? Бар болатын, бірақ мен кішкентай кезімде өліп қалған. Ал әкең ше? Білмеймін. Мүмкін ол да өліп қалған шығар. Маған бәрібір. Ол да ұры шығар деп ойлаймын. Өмір бойы түрмеден шықпайтын шығар. Әкем түрмеде? Не деген сандырақ? Біреу оған осындай сөз айтатын болса, ол оны әбден соққыға жығар еді. Менің әкем ең адал адам. Менің ашуланғаным сонша, өзімнің қорыққанымды да ұмытып, оның көзіне батыл қарадым. Ол болса жымиды. Ал ендеше, оның баласы, сен осындай жаман жолға түстің. Сен Джорджпен қалай таныстың? Ол саған ұнай ма? Өте ұнайды деп асыға жауап бердім. Ол өте жақсы адам. Жақсы адам ба, деді ол ызалана күліп. Кім екенін айтайын ба саған? Ол өзінің өрмегіне білдірмей тартып алып, бар қаныңды сорып алатын өрмекшінің дәл өзі. Бар қанымды сорып ала ма? Миссис Гапкинстің қыз балана сөйлегені мені қорқытып жіберді. Ол өрмегіне түскен кез келген адамның қанын сорып алады. Ол нағыз қанішердің өзі. Ол сені өзіне неге алғанын білесің бе? Егер бұл әйел мені неге алғанын білмейтін болса, сөйтіп мен оған шыныңды айтып қоятын болсам, онда Джордж Гапкинстің мені оңдырмайтыны анық. Егер бұл әйел мені неге алғанын білмейтін болса, сөйтіп мен оған шынымды айтатын болсам, онда Джордж Гапкинстің мені оңдырмайтыны анық. Ал егер білетін болса, онда оған жауап берудің керегі не? Өзінің күйеуімен керілдесіп қалған соң, ол мені күйеуіне қарсы қоймақ. Сауысқандай сақ болған жөн, дедім ішімнен мен. Қожайын туралы бір жаман нәрсе айтсам болды. Ол ертеңінде қожайынмен жарасады да, оған менің өзі туралы не айтқанымның бәрін де жеткізеді. Сөйтіп мен құримын деп ойладым. Оған жіті көз салып едім. Мен оның тіпті де мас емес екенін байқадым. Бұдан мен бұрынғыдан да қорқа түстім. Одан алысырақ тұрған жөн деп ойладым мен. Алғашқы мүмкіндік болған кезде-ақ есікке ұмтылып, басқышпен үстіңгі жаққа көтеріліп, өз бөлмемнің есігін жауып аламын. Біз онымен келістік, дедім мен, мәмілеге әкелетіндей үнмен. Мен бәріне де ризамын. Егер бірдеңеге келіспейтін болса, ертең азанда ол туралы сөйлесуге болады. Ол маған аянышты күйде қарап қойды. Оның аянышы ашуланғаннан да қатты ұялтты. Егер сен осы тәжірибеңнің жоқтығынан ғана айтып тұрсаң жақсы, деді ол. Сен ризасың. Сен оқта-текте бірнеше ай, тіпті бірнеше жылдап түрмеде отыруға тура келетініне ризасың.
Сен өзіңді бүкіл өмір бойы қалта тінкіш, ұры, сұмпайы деп айтатыныңа ризасың. Сөйтіп сен өзіңнің барлық туысқандарың үшін масқара адамға айналасың. Айталық сенің әкең мен шешең жоқ делік. Сонда саған мейіріммен қарайтын бір адам болмағаны ма? Сонда сені түрмеге отырғызғанда бетіңнің оты шығып қызаратын бір адамның болмағаны ма? Иә, менің ондай адамым бар. Мен миссис Уингшипті еске алдым. Мен Марта мен екеуінің үйіне алып тамаққа тойғызып, киіндіріп, мейірімдерін аямаған түнді еске алдым. Оның мені адал бала қылғысы келгені есіме түсті. Және менің ұрлық үшін түрмеге түскенімді еститін болса, оған қаншалықты ауыр тиетінін сездім. Бірақ бұдан мен несіне қорқам? Өйткені Джордж Гапкинс мені кез келген қырсықтан құтқарып аламын деді ғой. Мен түрмеге түспеймін дедім. Мен осы іспен 2 айдан астам айналысып келемін, бірақ бірде-бір рет қолға түсіп көрген жоқпын. Ал сол кезде мен жалғыз болдым, және маған ешкім де көмектескен жоқ. Тапқан екенсің көмекшіні деп айғайлап жіберді әйел. Соның өзі-ақ сені түрмеге отырғызады ғой. Ол бұған шебер-ақ. Ол маған 1000 рет мен бұрынғы балалардан құтылмайынша іске жаңа балаларды қоспаймын деп айтқан. Әр бала полицияға белгілі болғанға дейін ғана қызмет етеді. Ал енді оның соңынан сәл ғана бақылау басталса болғаны. Түсінесің бе? Оның айтқанын түсіну қиын емес. Ал маған мистер Гапкинс басқаша айтқан болатын деп ескерттім мен. Ол мені басыма түскен пәледен құтқарып алу үшін ешқандай да ақшасын аямаймын деп уәде берген болатын. Уәде берген. Сондай суайттың айтқанына сенуге бола ма? Бала, тыңда. Сен ертең менің сырымды күйеуіме айтып беруің мүмкін. Сөйтіп ол мені өлімші етіп сабайды. Бұл бірінші рет емес. Ал бірақ мына өмірден әбден мезі болдым. Ол басын үстелге салды да өксіп жылағаны сонша, тіпті менің өзімнің көзіме де жас үйірілді. Қорықпай-ақ қойыңыз дедім мен оған таяп келіп. Мен оған ештеңе де айтпаймын. Маған жақсылық тілейтін адамға кесірімді тигізіп қайтейін. Иә, мен де саған жақсылық тілеймін деді ол, жасқа шыланған жүзін үстел үстінен көтере беріп. Менің саған айтқанымның бәрі де шындық, нағыз шындық. Мен сізге сенемін, бірақ менің не істеу керек екені жөнінде ақыл берсеңіз. Барда төсегіңе жатып бәрін де жақсылап ойлан. Ойлан. Сен қашып кеткен соң қайда барып паналарыңды ойлан. Ал кенет ол менің соңымнан түсіп берсе қайтем? Сенің соңыңнан қуып бара алмайтындай бір орынды ойлап табуың керек. Бар, жатта тағы ойлан. Ал ендеше сау бол. Мен өз бөлмеме қатты толғанып оралдым. Оған ойлан деп айту оңай. Бүгінгі барлық шытырмандардан кейін мен нені ойлап жетістірмекпін? Бір нәрсе ғана маған айқын. Миссис Гапкинс маған шынын айтты. Оның күйеуі сұмырайдың өзі. Ал егер мен оның қолында қалатын болсам, онда сорымның ашылмағаны. Менің қашуым керек. Бірақ қайда? Қанша тырыссам да ештеңе ойлап таба алған жоқпын. Ең жақсысы ұйықтап алайын дедім мен өз-өзіме. Ал таңертең онымен тағы бір рет сөйлесермін. Ол маған сірә бір ақылын айтар. Осының алдында ғана маған мистер Гапкинс сыйлаған тамаша сағат таңертең ұйқыдан тұрғанда тура 8-ді көрсетіп тұр екен. Мен мистер Гапкинстің үйге қалай оралғанын естіген жоқпын, бірақ басқыштардан оның аяғының дыбысы естілді. Сондықтан мен оның үйде екенін түсіндім. Ол мені шақыратын шығар деп күткен едім, бірақ ол бір сөз айтпастан менің бөлмемнен әрі қарай өтіп кетті де, мен оның үйден шығып бара жатқанын естідім. Мен төсекте жатып тұрғаннан кейін не істейтінімді ойладым. Сол кезде екі еркектің аяқтарының дыбысын естідім. Бірнеше минуттан кейін Джордж Гапкинс менің бөлмеме кіріп келді. Ал Джим, бүгін сенің аспазшы да, қызметші де, қысқасы бір өзің бәрі де болуыңа тура келеді. Әйелім ауырып қалды. Сонда қатты ауырып қалып па деп сұрадым мен оның кеше кешкілік жүзінің сынық болғанын есіме түсіріп. Иә, мен жаңа ғана дәрігерге барып келдім. Дәрігер сүзек дейді. Миссис Гапкинстің ауруы шынында да ұзаққа созылып асқынып кетті. Осы уақыттың ішінде мен оны бірде-бір рет көрген жоқпын. Мистер Гапкинс бір кәрі кемпірді жалдады. Ол сырқатты күтіп тамағын дайындап үй жинайды. Мен оған барынша көмектесем. Менің басқа ісім болған жоқ. Қожайын өзінің уәдесін орындаған жоқ.
Сөйтіп мені біздің кәсіптің егжей-тегжейіне үйретуді ойына да алған емес. Ол сүзек жұқтырып аламын деп қорыққаны сонша үйде мүлде сирек болатын. Ол ас үйде менімен бірге тамақтанады, бірақ ашық терезе алдында отырып спирт бар банкіні үнемі иіскелеп әуре болады. Содан кейін кетіп қалады да түн ортасына дейін оралмайды. Ол сол ас үйдегі диванда ұйықтап жүрді. Менің жағдайым аса жаман емес еді. Беретін тамағы да жақсы. Мен сұрасам болды, қожайын маған 1 шиллинг береді. Сағат 6-дан 10-ға дейін қайда қаласам, сонда қыдыруға рұқсат етеді. Ол мені жаман нәрсеге үйретпегені былай тұрсын, қайта күн сайын таңертең үйден кетіп бара жатқанда маған жұмысқа кіріспей-ақ қой, және қайдағы бір жаман жерлерге барма. Көңілсіз болса театрға немесе концертке бар. Егер саған ақша керек болса, онда өзің таппай-ақ менен аларсың дейді. Сөйтіп миссис Гапкинс маған айтқан ақылды ұмытпасам да, қазір енді қашудың ақымақтығы екенін ойладым. Оның үстіне мен өзімнің ауру қожайын ханымымды көрмесем де, ол маған ұсақ-түйек тапсырмаларды жиі беретін. Мен оған осындай кішкентай қызмет көрсетіп жүрдім. Сондықтан ауырып жатқан кезде оны тастап кеткенім дұрыс болмас деп ойладым. 3 аптадан кейін миссис Гапкинс өз бөлмесінен шықты. Ол әбден арықтап және аппақ қудай шашын тақырлатып кесіп тастапты. Басына чепец киіп алған. Мен оны зорға таныдым. Осы уақыттың ішінде өзінің әйелін көрмеген мистер Гапкинс оның жүзіндегі өзгерісті көріп таң қалды. Сиқың қандай бұзылып кеткен, деді ол. Мен сенің орныңда болсам, осындай бетіммен бөлмеден түпте шықпас едім. Саған ерегескенде бұдан да сиықсыз болсам деп едім, деп жауап берді ол жақтырмаған үнмен. Миссис Гапкинстің ауруы менің қожайындарымды татуластыра алмағаны айқын болды. Келесі күн кешкілік үйге оралғанымда, миссис Гапкинстің күйеуімен және 2 еркекпен ас үйде отырғанын көріп таң қалдым. Бәрі де әңгіме соғып шулап күліп қояды. Мен кірген кезде мистер Гапкинс мені саусағымен көрсетті. Олар менің бас-аяғыма дейін тінте қарап, содан кейін ұйықтай беруіме рұқсат берді. Қанша ұйықтағанымды білмеймін, бірақ біреудің менің иығыма тиген қолы оятып жіберді. Сөйтіп мен миссис Гапкинстің даусын естідім. Сен ұйықтап жатқан жоқсың ба, Джим? Жоқ, ұйықтаған жоқпын. Ана жолы біз екеуміз түнде айтқандарымызды ойладың ба? Я, талай рет. Сонда не шештің? Менің тілімді аласың ба? Я, әрине, бірақ қайда қашарымды білмей тұрмын. Сен тез арада ойлап табуға тиістісің. Егер сен ертең кетпейтін болсаң, онда өмір бойы өкінумен өтесің. Сен бүгін ас үйден менің күйеуімнің 2 жолдасын Туинер мен Джон Армитеджді көрдің ғой. Олар бір зұлымдықты ойластырып жүр, және сені өздеріне көмекші алмақшы. Сонда қандай зұлымдық? Тонау. Бұдан әрі сұрама. Ертең немесе бүрсігүні Фулгеттегі Прескотт көшесінде нөмірі 12-ші кәрі мистер Дженнетті тонамақ. Тыңдаш, ертең таңертең тұрған соң сонда бар да, оған бәрін де айтып бер. Бірақ мен туралы бір сөз айтушы болма. Түсінесің бе? Түсінем. Ешқандай қам жемеңіз, деп жауап бердім. Мен қам жеп тұрған жоқпын. Мен сенің мейірімді екеніңді білем. Жақсылыққа жамандықпен жауап бермейтініңе сенем. Сау бол. Менің төменге түсуім керек. Олар қазір оралады. Ол өзінің ыстық алақанымен бетімді сипады да шығып кетті. Миссис Гапкинстің қылығы маған өте таңғаларлықтай көрінді. Егер ол менің зұлымдыққа қатыспай, қашып кеткенімді қалаған болса, онда өз күйеуінің сыбайластарының атын және олар тонамақ болған үйдің мекен-жайын маған неге айтады? Мен бір нәрсені қайта-қайта ойлап, төсекте дөңбекшіп жатырмын, бірақ менің ақымақ басыма ештеңе де келетін емес. Ақырында келесі күні таңертең тұра салысымен Спитофилдке жүгіріп барып, онда Рипстонды тауып аламын да, істің мән-жайын оған айтамын да, одан ақыл сұраймын. Алғашқыда мен миссис Уингшиптен ақыл сұрамақ болып едім, бірақ оның үйінің жанынан әкемді кездестіріп қалармын, және мистер Белчерді сатып кеткенім үшін ол маған өкпелі болар деп ойлап, бұл жоспардан бас тарттым. Мен Джордж Гапкинстен кетіп қалдым. Шымылдық түсті. Келесі күні таңертең таңғы астан кейін Джордж Гапкинс маған: сен бүгін көп селтеңдеп қыдыра берме, түнге қарай шаршап қаларсың, сен маған керек боласың, деді.
Неге деп сұрадым мен күнәсіз пәк күймен. Оны саған біліп керегі не? Керек болғанда білерсің. Біраз уақыттан кейін ол мені ауланың екінші басындағы шағын кір жуатын жерге шақырып алды. Онда ас үйге қараған кішкентай ғана терезе бар болатын. Қараш, сен осындай тесіктен өте аласың ба деп сұрады ол менен. Мен иығымды тесіктен зорға өткізіп, ас үйге секіріп түстім. Бұдан да қаттырақ тарсылдатпадың ба деді ол мысқылдап. Мен дыбысымды білдірмеуге тырысып, тағы да бір рет өттім. Мен сөйтіп тағы да барлығы 20 реттей өткен шығармын. Енді міне жақсы, деді Джордж. Сенің башмақтарың қандай, Джим? Мықты, табаны қалың, сэр. Бұл жарамайды. Сен тез киіп, тез шеше алатындай жеңіл бәтеңке әперу керек. Бар да қазір сатып ал. Бишоп-стритте башмақ дүкені бар. Ол маған 10 шиллинг берді де, мен дүкенге кеттім. Менің ас үй тұсынан өтуім керек еді. Миссис Гапкинс мені көріп маған басын изеді де, ақырын ғана сыбырлады. Болды. Кезі жетті, қаш, кейін кеш болады. Мен жауап ретінде басымды изедім. Мистер Гапкинс менің қандай жұмысқа керек екенімді түсіндірген жоқ. Бірақ менің бір жердегі терезеден түсуім керек екенін және ұрлыққа қатысуым керек екенін түсіндім. Ал ұрлық үшін каторгаға жіберетінін естігенмін. Демек, қазір қашып кетпейтін болсам, онда өмір бойы қамауды өтем. Мен көп ойланбастан Спитофилдке қарай бет алдым. Рипстон істейтін зауыттың нақ қай жерде екенін білмеймін. Егер Беккердің болат құятын зауытын сұрасам, маған көрсетіп жіберетін шығар. Қазір енді 12-ге таяу. Демек, жұмысшыларды тез арада түскі асқа жібереді. Мен қақпалдында тұрып, Рипті тосып аламын. Зауытты маған шынында да көрсетіп жіберді. Қақпалдында оралған заттар мен ыдыстар бар әйелдер көп жиналыпты. Олар сірә зауытта түстенетін жұмысшыларға тамақ әкелсе керек. Ал Рипстонды көшеге шығармаса қайтем деп ойладым. Сонда мен не істеймін? Бірақ осы кезде қоңырау соғылды да, жүздеген жұмысшы бірден қақпаға қарай ағылды. Бәрі де есікке қарай келеді. Біреулер әйелдерінің қолындағы түйіншектерді алып жатыр, ал басқаларын күзетші көшеге шығарып жатыр. Кенет қақпа кең ашылды да, одан бір топ бала жүгіріп шықты. Мен олардың ортасынан Рипстонды бірден көрдім. Алғашқы сәтте ол мені көрген жоқ. Мен айғай салып едім, ол бірден қуана дауыстап жіберді. Смит достым, жарайсың. Келгенің қандай жақсы болды. Чарли, саған айтқан балам осы, деді ол өзінің жолдасына бұрылып. Ал, Смит, жүр, бізбен бірге асханаға, сонда әңгімелесейік. Біздің 1,5 сағат уақытымыз бар. Менің бөтен баланың көзінше сөйлескім келмеп еді, бірақ басқа амал жоқ. Мен Рипстонға көзімді қысып едім, ол ештеңені аңғарған да жоқ. Енді мен бел шешіп кіріспек болдым. Бәрібір ол өзінің жолдасынан ештеңені де жасырмайтын шығар. Мен Гапкинстің атын атамай-ақ қояйын. Бір шағын асханаға келдік те бұрыштағы жеке үстелден орын алдық. Рипстон жолдасымен бірге ас беретін жерге барды да, қалталарынан әлдебір талондар алып, өздеріне сол арқылы бір-бір тарелкадан сорпа мен бір-бір тілім нан алды. Мен аш емес едім. Олар тамақ жеп жатқанда мен өзімнің қожайынымның әйелі не айтқанын және бүгін түнде не ойластырып жатқанын айтып бердім. Қандай сұмырай ол, деп айғайлап жіберді Рипстон. Мен әңгімемді аяқтаған кезде. Оны асып тастаудың өзі ас. Өзі сондай зұлымдыққа барады да, басқаларды ұстатып қоя береді. Мұнда ойланатын не бар? Бар да полицияға айт. Жоқ, бұл дұрыс емес, Рип, деп тоқтатты оны Чарли. Ол бұған дейін мені үнсіз тыңдап отырған болатын. Полицияны араластырып керегі жоқ. Сірә сен таяуда ғана жұмысшы болған шығарсың. Нағыз жұмысшы ешқашанда полициямен байланыспайды. Сонда сеніңше оған кісі тонап, өлтіруге мүмкіндік беріп қою керек пе? Сонда полициясыз да ретін табуға болмай ма? Сен тоналмақ болған адамның мекен жайын білесің ғой, деп сұрады менен Чарли. Білемін, деп жауап бердім. Міне тамаша. Сен қазір оған барда бәрін айтып бер. Ол саған рахметін айтады. Ал егер көмек керек болса, онда мен оған зіңгіттей жігіттерді ертіп барамын. Олар кез келген ұрлықшылардың көкесін көзіне көрсетеді. Мен Рипстонға қарадым. Несі бар, Смит, деді ол, сәл ұялаңқырап. Бұл шындық, солай дұрыс та болар. Сен қорықпа. Егер өзің баратын болсаң, ол сені олар сияқты деп ойламайды.
Бірақ байқа кешігіп қалып жүрме, деп қосты Чарли сөзін анықтай түсіп. Бұл қауіпті іс. Дайындалу үшін адамға уақыт беру керек. Мен орнымнан атып тұрдым. Қайда баратынымды білемін, бірақ қатты қорқып тұрмын. Жә, саған не болды, Смит, деп мырс етті Рипстон. Қорқып тұрсың ғой, рас қой. Чарли, қараш, деп қосты ол жолдасына бұрылып. Сен онымен бірге барып келсең қайтеді? Біздің әлі 1 сағат уақытымыз бар. Әйтпесе ол жалғыз қорқып тұр. Несі бар, деді келіскен Чарли. Үлкен адам сияқты өзінен көмек сұраған оған сондай ұнаса керек. Мен Рипстонмен қоштастым да біз Фульгетке қарай тез жүріп өттік. Бұл жер өте алыс емес екен. Зауыт жақтағы шет аймақта еді. Адаспас үшін біз көрші дүкеннен жолды сұрап алдық. Сөйтіп бізге мистер Дженнеттің нөмір 12 үйде жалғыз тұратынын айтты. Нөмір 12 үй шағын бақтың түкпірінде оңаша тұр екен. Қақпа жабылмаған. Біз есік алдында қоңырау соққанда, іштен еңселі бойшаң жас жігіт шықты. Мистер Дженнет үйде ме, деп батыл сұрады Чарли. Әкей үйде, деп жауап берді ол. Сендер қандай жұмыспен келдіңдер? Өйткені ол енді жүзбейді. Оны біздің әкесіне кемеге жалдану үшін келді деп ойлаған анық. Біздің мистер Дженнетті аса маңызды іс бойынша жолықтыруымыз керек, деді Чарли сенімді үнмен. Жас жігіт екеумізге таңдана қарады да ештеңе айтпастан үйге кіріп кетті. Оны жалғыз тұрады деп еді. Қараш, оның қандай ұлы бар, деп ескертті Чарли. Менің әңгімеге еш зауқым жоқ. Мен қатты толғанып тұрмын. Гапкинсті сатып кетуім дұрыс па? Егер мистер Дженнет полицияға мәлімдейтін болса, онда оны каторгаға айдап жіберуі мүмкін ғой. Мүмкін ол маған сенбей мені полицияға жіберсе қайтем. Бірақ енді қайтадан ойлап жатуға уақыт жоқ. Есік ашылды да жаңағы жігіт бізді үйге шақырды. Мистер Дженнет бізді жылы қабылдады. Бұл кең иықты, жүзін күн қаққан қалың ақ шашты шал екен. Ол бізді өзінің қарсы алдына отырғызып, қандай маңызды жұмысымыз бар екенін сұрады. Осы тұста сірә Чарли сәл ұялыңқырап қалса керек. Ол маған қарап қалды да, міне мына бала сыр бәрін де айтып береді. Сіз оған сеніңіз, бұл шындық, мен оны растай аламын, деді. Мистер Дженнет сәл ғана мырс етті де маған байсалды түрде қарап, ал, бар шыныңды айт енді, мен тыңдап тұрмын, деді. Кібіртектеп сөзімнен жаңылып мен әңгімемді бастадым. Біртіндеп сабама түстім де, бүгін түнде не істелмек екені туралы дұрыстап айта бастадым. Мен әңгімемді аяқтап болғанда ол, өзінен өзі айтқандай, міне, дәл бүгін менің ұлдарымның да үйге келгенін айтсайшы. Осы сөздерді айтты да ол есікті ашып, Джон, мында кел, және Томды да шақыр, деді. Бірнеше минуттан кейін зіңгіттей 2 жігіт кіріп келді. Не болды, әке, бірдеңе болып қалған жоқ па? Мистер Дженнет оларға менің әңгімемді толық айтып берді. Олар маған тағы да бірнеше сұрақ қойды. Мистер Дженнет оларды терезе алдына шақырып алып әлдене туралы ақылдасты. Содан кейін маған бұрылды. Сен Кэт көшесінен қай уақытта шықтың? Мен миссис Гапкинс тұрған ас бөлмеге бас сұққанымда 12:30 болатын. Қазір 2-ден 15 минут кетті, деді мистер Дженнет. Ол саған бәтіңке сатып алып кел, деді ғой. Иә, сэр. Ал онда сен тезірек бәтіңке алуға жүгір. Бірақ, сэр, менің бәтеңкем әлі мықты, деп ескерттім мен. Мистер Дженнет жымиды да, ал сен жақсы бала сияқтысың, деп ескертіп өтті. Бәтіңкеңді алған соң тезірек Кэт көшесіне қарай жүгір. Қайтадан Кэт көшесіне ме? Джордж Гапкинске ме? Мұның керегі не, сэр? Байқайсың ба, мен оның осы тонауға келгенін қалап отырмын, деп жауап берді Дженнет. Ал сенің қорқатын түгің де жоқ, деп қосты ол менің қорыққанымды байқап қалып. Егер сен сол зұлымдардың сыбайласы болсаң, онда саған да әрине оңбай тиер еді. Қазір істің жайы басқаша. Сен маған оларды ұстап алуға көмектесесің, ал мен сені қорғауға уәде беремін. Осы минуттан бастап, бүкіл істің аяғына дейін мен өзімнің ұлдарыммен бірге сені көзімізден бір сәтке де таса етпеуге уәде беремін. Ол қолын менің иығыма салды да көзіме тура қарады. Мен саған сене аламын ба? Сене аласыз, сэр, дедім мен. Егер сіз маған ештеңе де болмайды және маған ешкім де тимейді десеңіз, мен сіз айтқанның бәрін де істеймін. Міне тамаша. Ал енді үйіңе бар да, бірақ ешкімге де қайда болғаныңды айтушы болма. Саған сірә біздің кішкене терезе арқылы кіруіңе тура келер. Бірақ сен қорықпа, мен сені күтіп тұрамын. Ол жақта қараңғы болатын шығар, бірақ сен мені тани аласың. Мен сені шашыңнан былай ұстап аламын. Ал енді жүре бер.
Чарли оған көмектесуге әзір екенін айтпақ болып еді, бірақ ол мұның иығынан қағып: «Рахмет, балақан. Мен шал болсам да қолым сенікінен әлдірек шығар. Өмір бойы кемеде босқа жұмыс істеді дейсің бе? Және ұлдарым да жаман емес. Әкесін ренжітіп қоя алмас». Осы сөзден кейін біздің тек үйге қайтуымыз ғана қалды. Чарли менімен тез-тез қоштасты да зауытқа жүгіріп кетті. Ол келесі күні түс кезінде оларға келіп бүкіл істің қалай болғаны туралы айтып берем деген уәдемді алды. Менің ойым әлі де айқын емес. Білетін жалғыз нәрсем мистер Дженнеттің айтқандарын айнытпай орындаймын. Мен Кэт көшесіне қайтып оралғанда Джордж Капкинс әлі үйде жоқ екен. Сөйтіп есікті маған оның әйелі ашты. Ол мені көргенде таң қалатын шығар деп ойлап едім. Ал ол маған көз алмастан қарады да көңілді үнмен: сен қайтып келдің бе, Джим?» деді. «Иә, мен осында қаламын. Міне тамаша, осында қалатыныңа қуаныштымын». «Сіз маған кет деп едіңіз ғой?» деп таңдана сұрадым. «Иә, енді сен кеттің де қайтып оралдың. Мен өте қуаныштымын». Біраздан кейін ол менен өзінің күйеуі бүгін түнде қайда баратынын менің білетінімді сұрады. «Білгенде қандай?» дедім мен. «Прескотт көшесі 12-ші үй». «Тамаша, Джимми!» деп айғайлап, сәл мысқылдай күлген сияқты болды. «Сен ақылды баласың. Құпияны есте сақтай және жасыра білесің. Бұл керемет емес пе?» «Иә, тіпті керемет» деп күбірледім де қатты толқыған күйі жоғарыдағы жатын бөлмеме қарай зытып бердім. Мен оның гәптің неде екенін, білген-білмегенін аңғара алмадым. Сағат 4-те ол мені жалғыз қалдырып бір жерге кетті. 7-лерге таман Джордж қайта оралды. Ол әуелі әйелін үйден таба алмай ашуланды, бірақ кейіннен көңілденіп сала берді. Шай ішіп отырғанда ол әзілдеп, менімен ең жақсы ниетпен әңгімелесіп отырды. Маған оның әзілдерін тыңдау қиынға соқты. Қайта ол маған ашуланып, күңкілдесе, онда менің бойым жеңілденіп сала берер еді. Шайдан кейін ол: «Сен Фулгетті білесің бе?» деп сұрады. Мен білмейтінімді айтып жауап бердім. «Жарайды, бәрібір. Жаңа бәтеңкіңді кейде тезірек банк үйінің жанына кел. Ал ол жерден Фулгетке баратын дилижансқа мін. Фулгетке жеткен соң көпірдің қай жерде екенін сұра. Сол көпірден кейінгі 3-ші көшеден бұрылсаң, сол жерден сырахананы табасың. Соған кір де мистер Мезон үйде ме деп сұра. Бар, тезірек жөнел». Жаңа бәтеңкемді киіп, қапырық бөлмеден таза ауаға қуана шықтым да тез-тез басып банкке қарай жөнелдім. Сағат 9-да мен мистер Гапкинс көрсеткен көшеге де келіп жеттім. Сөренің ар жағында тұрған бала мистер Мезонның мені өз бөлмесінде тосып отырғанын айтты. Сөйтіп мен сонда кіріп келгенімде Джордж Гапкинсті, Туинерді және Джон Армитаджды көрдім. Олар үстел басында карта ойнап отырды. «Мен мистер Мезонмын», деді маған қожайын. «Отыр да кішкене күте тұр, Джимми». Олар карта ойнауын жалғастырып сыра ішті. Сырахананың иесі оларға бірнеше рет жақындап келіп, өзінің ескі таныстарындай сөйлеп қояды. Ақырында 12:30-да әбден қараңғы түскен кезде біз көшеге шықтық. Джордж менімен бірге алда, ал қалған екеуі біздің соңымыздан келеді. Біз осылайша 1 мильден астам жүрдік. Жол бойында мистер Гапкинс менің не істейтінімді түсіндірді. Менің кішкентай терезеден түсіп, қабырғаны жағалап отырып, есікті жауып тұрған ілгекті ағытуым керек екен. «Сен қорықпа», деп қосты ол. «Егер іс қауіпті болса, мен сен сияқты балапанды өзімен бірге алмас едім. Сен менің өзіңе айтқанымның бәрін де істей аласың ғой». «Істей аламын», деп жауап бердім, қорыққанымнан безгек ұстағандай қалтырап. «Бәрі де тамаша өтеді», деді мистер Гапкинс. «Онда тіпті ит те жоқ, ал қожайын өте ерте жатады». Ол сірә қазір мистер Дженнет жалғыз емес екенін білмейтін болса керек. Біз кішкентай тұйық көшеден бұрылып, қоршауға таяп келдік. Туинер мен Джон Армитедж қуып жетті де, біз мысықша сақ қимылдап, қоршаудан әрі түсіп, үлкен де қараңғы үйге келдік. Бір сөз де айтылған жоқ. Джон Армитедж әлде бір жылтыраған құралдарды бұрады да Туинердің иығына шықты. Бір кезде бірдеңе сылдыр ете қалды да ол төменге ырғып түсті. «Бәтеңкеңді шеш, Джимми», деп сыбырлады ол маған. Қорыққанымнан қалшылдап мен тез шешіндім. Джордж мені қолымнан көтеріп, Туинердің иығына шықты. Сөйтіп менің аяғымды бір тесікке тығып жіберді. «Тарлау екен, Джим», деп сыбырлады ол. «Жә, ештеңе етпес, өтіп кетесің.
қолдарыңды жаныңа қаттырақ қыс. Жақсы, секір енді. Ол жер биік емес. Ал енді есік пен ілгек туралы ұмытпа. Мен оның бұйырғанының бәрін де істеп, іле төменге секіріп түстім. Осы жерде қуанышыма орай, біреудің көрінбейтін қолы менің шашымнан ұстай алды да аузымды жаба қойды. Сөйтіп мені бір бөлмеге ақырын итеріп апарып, сонда жауып қойды. Одан әрі не болғанын көрген жоқпын. Мен ашылып қатқан ілгектің дыбысын, содан кейін айғайды, Джордж Гапкинстің дауысын, біреулердің жұлқыласқанын, кісі аяқтарының тарсылын естідім, бірақ одан басқа ештеңе де естіген жоқпын. Мистер Дженнеттің жоспары іске асты. Олар Джордж Гапкинс пен оның жолдастарын дұрыстап тұрып үйретті. Және болашақта олардың сазайын бұдан да көп тарттыратынын ескертті. Мені шоланнан босатқан кезде тонаушылардың ізі де қалмаған болатын. Мистер Дженнет менің қолымды қысты да жігіт екенімді айтты. Сөйтіп әлі де кемеде жүзетін болса, мені зор ықыласпен юнга етіп алатынын айтты. Мен мистер Дженнеттің үйінде қонып шықтым. Келесі күні мені тоя тамақтандырды да, тағы да маған рахмет айтты. Ал мен 12-лерге қарай зауытқа жүгіріп кеттім. Рипстон мен Чарли қоңыраудан кейін тіпті алғашқылардың бірі болып атып шықты. Олар көрші бір тақырға алып барып, бәрі қалай болғанын егжей-тегжейлі түгел айтып беруге мәжбүр етті. Жарайсың деп дауыстап жіберді Рипстон мен әңгімемді аяқтаған кезде. Тіпті Чарли де мені мақұлдап, иығымнан қағып қойды. Шынын айтсам, мен олардың не үшін мақтағанын түсінген жоқпын. Мен қорыққанымды білдіргім келмесе де, сол уақыттың ішінде зәрем ұшып жүрді ғой. Бірақ менің ойымды бірақ нәрсе бөле берді. Мен Чарлиге батылсыздау қарап, ал мен осы жұмысшы бола аламын ба деп сұрадым. Несі бар деп жауап берді ол. Мүмкін тіпті қазірде орын табылып қалар. Кеше мистер Краус, біздің шеберіміз, ертеңгі күннен бастап ескі пешті құлатып, оның орнына жаңасын саламыз деп айтқан болатын. Ал оған қоқысты шығаратын тағы да балалар керек. Қаласаң мен оған сен туралы айтайын. Мен қуанып кеттім. Түстен кейін Чарли мен Рипстон мені мистер Клаусқа апарды. Ал ол маған келесі күні жұмысқа шығуды бұйырды. Осы кезден бастап мен кішкентай жұмысшыға айналдым. Жаңа өмірдің мен үшін біраз ауыртпалығы болды. Бірақ кей кездерде маған қанша қиын болғанымен өзімнің бұрынғыдай жалғыз емес екенім туралы ой маған жігер беріп келеді. Жолдастарым менің қасымда. Олар ең қиын сәтте маған қол ұшын береді. Ал біз бәріміз бірге бала жасынан мейірім мен қуаныш дегеннің не екенін білмейтін, барлық үлкен де кішкентай алба-жұлба адамдар үшін жарқын болашаққа қол жеткіземіз. Әрбір жексенбі сайын мен мистер Дженнетке Прескотт көшесіндегі номер 12-шіге барып тұрамын. Дженнет мені еркелете қарсы алады. Ол мені жанындай жақсы көріп кетті. Мен де оны туған әкемдей сүйемін. Кейде мен оған өзімнің сүйікті Рипстонымды ертіп әкелемін. Ал мистер Дженнет өзінің теңізде басынан кешкен қандай тамаша оқиғалар туралы айтып береді десеңізші. Соңы оқыған Гүлжазира Берікқызы. Каналдың дамуы үшін лайк басып, комментарий жазып, сілтемемен жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.